Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арасында пайдалы ақпарат суыр туралы аңызда айтатын боламын. Баяғыда бір дүние қонысбай жерге тоймай, кедейдің жерін алғысы келеді. Ол кедейге: түнде түс көрдім, түсімде жаратушы маған осы жерді сыйлады. Енді Алла берген жерімді өзіме қайтар депті. Кедей: бұл жер ата-бабамнан мирасқа қалған, әділ Құдай қалайша саған береді дейді. Бай: сенбесең ертең жеріне барып 3 рет Тәңірден сұраймын дейді. Түнде бай кедейдің жерінен үңгір қазып, ішіне қызын жасырып: мен бұл жер кімдікі деп 3 рет айғайлаймын, сен байдікі деп жауап бер дейді. Таң ата бай жұртты жинап: о Тәңірім, бұл жер кімдікі деп 3 рет сұрайды. Қызы: байдікі, байдікі, байдікі деп 3 рет айқайлайды. Кедей нала болып кетіп қалады. Жұрт тараған соң бай үңгірдегі қызына келеді. Қараса, ол беймәлім хайуанға айналып кетіпті. Бай қызын үңгірден шығара алмайды. Қайғыдан қан жұтады. Үйіне оралмастан дала кезіп, қызын іздейді. Мақұлық көрсе, суыр, суыр, суыр деп дауыстайды. Мұнысы қызымды суырып шығарып бер деген екен. Мақұлық содан бері суыр деп атаныпты. Аңшылар суырды ұстағанда, ол 2 қолмен бетін басып, қиянатына өкініп жылайды екен. Қолын маңдайына қойып, жол қарайтыны әкесін іздейді екен. Кез келген жамандықтың бір кесапаты бар деген сөз осыдан қалыпты. Егер бүгінгі ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.